بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah Allah жолы мысалдарға келіп тоқтаған едік. Яғни фи'л аламаттардың ішіндегі жаңағы муштарак және де одан кейін хос муштарактарды өттік. Енді хосқа келдік. Хостардың ішінде сол жаңағы мудорикқа ғана қатысты яғни мудорикқа қатысты 4 аламат бар деп айтылды. Так, редактирование. Мудорикқа қатысты 4 аламат бар дедік. Біріншісі лам дедік. Бұлар харф жазм болады дедік. Екіншісі харф насф, яғни мансуб жағдайына түсіреді дедік. Сонымен мысалына келдік. Мысалына келген кезде осы мысалды, бірінші мысалды не қылдық? Яғни лән деген сөздің мағынасына. Лән деген ол еш, яғни бұдан кейін, яғни бір барып келді, яғни бір рет барып келді, еле болмаса бұрын барып жүрген, енді ешқашан бұдан кейін енді бармайды, тағы да бір рет бармайды деген мағына шығарады. Соның несіне түсінігіне келгенбіз. Болашақта сол істің, іс-қимылдың, яғни базарға барудың ядхаб, яғни мына істің болашақта мүмкінсіздігі екендігі, мүмкін еместігі екендігі білдіріледі. Сол сияқты мысалдар қысқаша. Ары қарай енді үшіншісі қабулу син, син ау сауфа, яғни син әріпін қабылдау, болмаса сауфа деген сөзді қабылдау. Ол дейді وهما حرفان يدلان على التنفيذ أي على الاستقبال يدل على مستقبل. يعني ол жағы не болашаққа, ол танфис дейді. Танфис яғни болашақ, яғни болашаққа көрсететін әріп екеу, син және де сауфа. Мына мысалында сәазхабу иля табиби бa'да амали, яғни мына жерде син әріпі. Сәазхабу, азхабу деген яғни барамын деген сөз, болмаса бара жатырмын деген сөз. Егерде син қосылса, яғни сәазхабу барамын, яғни иля табиб, яғни кімге? Дәрігерге жұмыстан кейін барамын, бa'да амали. Екінші мысал сауфа ядхулул муъмину аль-жанна. Жақын арада деген мағынаны білдіреді. Келешекте, жақын арада, болашақта ядхулу яғни кіреді. Кім? Момын аль-жанна, жаннатқа кіреді. Кәллә сауфа та'ламун. Қайдан дейді? Сендер жақын арада білесіңдер. Бұл аяттағы белгілі нәрсе айтылған. Сумма кәллә сауфа та'ламун. Сендер оны білесіңдер дейді. Кейін тәнбих дейді. Мән беретін нәрсе дейді. Аламатул мудори'i قبول الأحرف المذكورة яғни мудорихтың белгілерінен осы жоғары жақтағы айтылған әріптерді қабылдау дейді. والمقصود بهذا, яғни бұдағы болған мақсат أن الفعل يقبل هذه الأحرف, осы әріптерді қабылдайды. Фи'л осы әріптерді қабылдайды. وليس المقصود, жерде мақсат жоқ дейді, көзделіп тұрған жоқ дейді. Не жайлы? أنه يجب أن يكون قبله هذه الأحرف. Бұл осы сөзімізбен осы жоғары жақтағы әріптер міндетті түрде етістіктің алдында болу керек деген сөз емес. Яғни етістік өзі де сол мағынаны білдіре береді. Мына сол етістіктерді не қылу үшін,
етістіктерді ажырату үшін берілген нәрселер ғой. Яғни көбінесе етістіктерге кіретін әріптер деп. Енді төртінші әріпке кеттік. Төртінші әріп хуруфул мудория, хуруфул мудория, яғни не мудоридің етістігінің әріптері. Төртіншісі сол жаңағы анау мысалы негізі өткен шақта дәһаба ғой, дәһаба. Енді осы шақ болмаса келесі шақта алдына я әріпі қосылады. Ядхабу, сол әріп жайлы айтады. Уахия арбаату хуруфин, ол төрт әріп дейді. Лабудда ан ябда ал-мудори'у бивахиди минха. Енді бұл әріптер әрине міндетті, жаңағы жоғарыдағы айтылған тақырып сол үшін айтылғанда. Яғни бұл әріптер енді бұнсыз мудори етістігі мүлдем болмайды. Уахия нейді мәжмуату фи қаулина, яғни ол біздің жалпы тілде жаңағы Құранда, тәжвидте өткен болсаңыздар, идғом деп айтады ғой. Идғомның әріптері ярмулун деген сөзде жиналған деп айтады ғой. Ярмулун деп. Ол сөз ешқандай мағынаны білдірмейді, бірақ соның ішіндегі әріптер жаңағы идғом болатын әріптер. Енді мына жерде сол әріптерді жаңағы хорф фи'л мудориқа кіретін әріптерді анайту деген сөзге жинаған. Уахия дейді хуруф جزء من الفعل جزء من الفعل дейді. وليست ضمير, яғни қайттан ескертіп айтады. Бұл әшейін әріптер деп айтады. Ұстаз айтады, әріптер дейді. Ол неден емес дейді. Жаңағы وليست ضمير, дамир емес дейді. Яғни есімдік емес дейді. وهذه الأحرف لها معان дейді. Бұл әріптерде бұл әріптер кірген кезде мағына береді дейді. Махсус, яғни белгілі бір мағына береді дейді. Ол әріптер кірген кезде. Фал-хамза, яғни хамза кірсе, тадуллу аля мутакаллим, мутакаллимун муфрад. Яғни хамза кірсе, ол неге қандай мағына береді дейді. Яғни бірінші жақ единственное число, яғни бірлік тегінде. Единственное число. Енді нун кірсе, яғни мысалы азхабу десе, мысал келтірген азхабу десе, яғни мен барамын деген сөз. Нун, яғни нун кірсе, тадуллу аля мутакаллими гойри муфрад. Яғни неге білдіреді дейді. Бұл бірінші жақ, яғни сөйлеуші жақ көпше түрі. Көпше түрі дегенде бірлік тегінен басқасы деп тұр. Біз араб тілінде білеміз. Бірлік бар, яғни бір текті жаңағы сөз бар. Содан кейін жаңағы екеулікке айтылатын есімдік бар. Есімдік дейміз ба. Және де көпше түрі, сөздің көпше түрі. Қазақ тілінде жекеше түрі, және де көпше түрі дейді ғой. Араб тілінде тағы екілік түрі бар. Екі адамға айтылатын сөз бар. Сондықтан мына жерде әл-мутакаллим гойри әл-муфрад, яғни жекеше түрден басқасын барлығын түріне қойылады бұл нун. Мысалында жаңағы надхаб, надхаб деп жаңағы адхабу десеңіз, мына жерде назхабу дейміз. Енді ары қарай та кірсе, тадхабу болса, тадуллу аля мухатаби бифуруихи, яғни ауыл ғаибади, яғни не дейді, жаңағы та әрпі келсе, тадхабу болса, ол екі нәрсеге белгілі не қылады, мағына береді. Яғни сен деген мағынаны білдіреді, екінші жаққа білдіреді, және де үшінші жаққа
bildiredi. Ол дамирларды өткен адам біледі оны. Wal ya ne deydi? Ya әрпі көрсе, yadkhulu болса, yadhhabu болса. تدل على الغائب يعني غايبқа білдіреді. بفروعه إلا الغائب غائبته. Yani ne жағы үшінші жаққа білдіреді, ғойыпқа білдіреді. Олар деген мағынаны білдіреді ғой, олар. Мына жерде мысалы тә әйел тегіне білдіреді, үшінші жақтағы әйел тегіне білдіреді. Ал мына жерде я жаңағы үшінші жақ ертегі жаңағы соның жаңағы не олар деген жалпы сол олардың ішіне көпше түріне де барлық түрлеріне көрсетеді. Енді мына жерде мысал ретінде келтірген, мен жаңа айтып кеттім уже. Астамиу дарса жейден, мен не қылдым, тыңдап отырмын, яғни сабақты жақсылап тыңдап отырмын деген сөз, болмаса тыңдаймын деген мағынаны білдіреді. نأكل طعامنا معا كل يوم. نأكل жаңағы нунға келтірді, біз жейміз дейді, біз жейміз тағамымызды бірге күніге, яғни күнде жейміз. Жаңағы тыңдаймын деген мағынаны білдіреді. Тыңдаймын, сабақты жақсы тыңдап отырмын, жейд, яғни жейд. Ары қарай, яғни жерде тәға келтірген, яға келтірген. Тәнбихті сонымен бітірейік. Не дейді? وهذه العلامة لازمة لا بد деген, уәжіп деген мағынаны білдіреді. Яғни уәжіп деп оқи бересіз іштеріңізден. لا بد أن تكون في كل فعل مضارع. Яғни бұл міндетті түрде фи'л мудари'қа кіретін әріптер. Тәнбих мән беретін нәрсе, يمكن أن يبدأ الفعل الماضي بهذه الحروف. Не дейді? Мади осы нелермен, осы әріптермен бастаса болады дейді. Басталғаны келеді дейді, басталса болады дейді. ولكنها لا تكون بهذه المعنى. Бірақ та бұлар ондай мағынаны білдірмейді дейді. Не дейді? Мисль дейді. Көбінесе жаңағы кім шатысып жүрген болса, көбінесе тәдан басталатын жаңа не? Табарража деген ол үшінші жақтағы әйел тегіне айтылып тұрған жоқ бұл жерде. Бұл жерде сәнделу, яғни тә бұл жерде етістіктің, мады етістігінің, өткен шақтың етістігінің ол әрпі. Такаллама, сөйлеу, тәаррафа, тәиба, ахада, акала, акрама. Яғни міне осы нәрселер неге ұқсайды? Неменеге ұқсайды жаңағы? Мудорикқа ұқсайды, мудорикқа. Бірақ оның аяғында отличиясы бар. Аяғында, яғни ол әрқашанда мади фатхамен бітеді. Яғни аътаның бәрін қарасаңыз, табарража, такаллама, тағаррафа немен бітеді? Фатхамен бітеді. Так, келесі. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Келесі сабақта аламыз бұны.